ұқсап шықсаң ғой, мына бір көшеге шық, талап ізде, мына біздерді бақ, қашан қойды отырамыз. Жұртлар ұқсап, мына жайдың басын шипырла. Не талап, мына не жүріс, не жатыс. Қашан көрсең талабың телефон. Шық. Мына біздер әмір арқайын мына шайды ішіп, арқайын отырайық, мына үйде арқайын жатайық. Мына жайдың басынан болса су өтіп атыпты. Енді маған не дейсің? Шифр керек болса баршы жана хакімге. Жұрттың бәрі хакимияттың есіңде жатып, әбене еғіп жайларын шифрлатып атыр ғой. Жазатын жеріне сенді. Қош, ұятты. Кешегі атты ғой. Хакимиятқа барып, дауласып жүріп, аз ауқатты алғаным. Енді ұятты, сенде бір еркек құсап қимылда, тұр, жұмыс ізле. Мен қайсы бетіммен барман хакимиятқа, қайта. Адамдар айтады ғой. Несі ұят, ақмақ. Бұл заманда алмасаң ұят, алмасаң адамдар айтады. Өйтіп жатқаншы пайдасын алса болады ғой пайын деп. Түстен кейін сен домконға бар. Бітпесе арман өт хакимиятқа қарай. Мен басымды қатыра бермеймін. Басыңды көтеріп не қылып атырсың, баламның етін жеп. Өзіңде қатылар емес пе? Ана домкомның алдында жатып, үйлерін әнеде етіп атырған. Етін жеп болдың ғой, кеше келген жоқ па Қазақстаннан? Түрге бар, айт, өзіңде қатылар емес, сіз ақылдап, үйлерін шипырлатып, үйінің дөңгелегінің барлығын мүлтаздай қылтыртып атыпты. Балам бір жерің ауырып тұр па енді? Айналайын. Ысылғы көтеріп кетті аусының. Күнде ақылдап бетінен алып бұның. Айналайын жаным. Бар, түргір. Бар дей бересіз. Сонда мен хакимиятқа барғанда не айтамын? Кеше анау дауласып азға ауқатта келгенім. Енді мен құрғызды түсінбесем, шипырдың неше метр керек екенін түсінбесем, енді мен не қылайын? Әке ана ұршқымен қағазды. Өзім жазып беремен соқырға таяқ ұстатқандай қыл. Тақ етіп жұлып алып кеп бар. Әке бар. Яқшы. Апа конверт қып шифрлатсақ жайды. Міне 13 метр екен үйдің. Міне 11 метр екен. Есаплап шықтым бәрі. Есапладың ба балам? Міне ана бір 4 стойк түсіріп, бұратылы хакимият істеп беріп отқанын нәбесетіп қалайық апа былай. Үкіметті аяматан. Алған есап болып тұр ғой аз хакимияттан. Мына оның бәрін беріп баратыр ма? Сен барып жылай бер. Береді, жыла. 3-4 баламы күн көре алмай отырман, жетпейді. Нәбес түсірсек, кейін өзіміз дәруазаны өзіміз қойып аламыз. Қайдан білейін, оның бәрін бере берем екен? Барсаң беріп атқан ба? Беріп атқан ғой, күн болса соған неге бере береме алдын кескесі сен бар тақ етіп айтсаң болды. Жұрттың қатыларына ұқсап жұлып ал бар. Жұлып ал. Яқшы, көрейік яқшы. Келгендегі жұмысым ұсы. Мен жайым шипырлап бермесеңіз болмайды. Жайын төбесіне су өтіп атыр. Ал енді жеңге гәп былай. Біз бірінші нәубетте бағушысынан айырылған, майыплылығы болған. Яғни айтқанда, һәм майып, һәм күн көрісі төмен болған. Дарамат дерегі болмаған шаңырақларға ғана, ауыр тұрмыста жасап атырған шаңырақларға ғана жәрдем береміз. Ал енді сіздерге келсек, сіздер елі жассыз жеңге. Қала берді, деніңізде сау. Мен сіздерді бір жұмыспен тәмелейін, ондан кейін арқайын жайыңыз шипырлап ала бересіз. Бола ма? Не жұмыс енді сонда? Hazır. Аймағымыздағы бұл бұқара Ақсүңгіл үй жайын шипырлау бойынша бізден жәрдем сұрап келіп отыр. Жағдайын сорасам, өзі де, күйеуі де жұмыссыз. Енді сіз аял қызлар белсендісі сыпатында қандай ұсыныс бере аласыз, қандай жәрдем бере аламыз бұларға?
сат етіп айтасыз да қоясыз. Мына сіздердің айтып отырған құрылыс деген жұмысыңызға менің күйеуім жарамайды. Оның белі ауырады. Және күн жылса ол Қазақстанға кетеді. Бұл жақта тапқан оның еш нәрсе болмайды. Кредит ал дейсіз. Ертең оны кім төлейді? Және кредитті алып тұрып, ертең менің балалар нәпақасынан да қырқылжақсыз ғой. Яқ. О жұмысыңыз маған жарамайды. Болмайды, бұл айтқаныңызға мен көнбеймін. Сіздер айтқан оқуға да менің уақытым жоқ. Азанда мен баламды бақшаға апарып, кеште алып қайтуым керек. Оған уақытым жоқ, Соның өзі маған үлкен жұмыс. Анаған көнбейсең, Ақсұңгүл, мынаған көнбейсең. Осының барлығы саған беріліп жатқан имканият қой. Әммеде сенде кенжеклер, жас кенжеклер істеп жатыр. Кредит алсаң, бір талаптың басын ұстап, дарамат тауып, өзің төлейсің. Мына балалардың нәпақасы дейсең, ол да бір уақытынша зат қой. Балаларың ертең 18-ге шығып кетеді. Олар үлкейеді. Олардың да машақаты өз алдына. Егер де түсінсең, ұсының барлығы өзіңнің қолыңда тұрыпты. Әммесін істеп жатқан өзіңде жас келіншек. Әйтеуір бізде саған көмек берейік. Маған жайды шипырлап берсеңіз, соның өзі үлкен көмек. Мен жұмыс сұрап отырғаным жоқ. Гәпті айналдырмаң. Болмаса, жоғарыға барып жазайын мен. Неге мына келіп тұрған жәрдемді бермейсіздер? Әр түрлі гәпті айтып, маған ақыл бергенше, мен мына сұраған жәрдемді берің. Қолыңыздан келмесе айтың, мен баратын жеріне барайын. Баратын жеріне барғанда да ұсы гәп айтатыны. Күйеуіңнің 12 мүшесі бүтін, өзіңнің 12 мүшең бүтін. Адамлар-ай, біздің сөзімізді тыңламаса, біздің ізімізге ермесе, жаратып беретін имканиятымыздан пайдаланбаса, не істейжақ екен? Қайдем. Бір жақта бағушысы жоқлар, қожалығы дым төмелер, майып бұқараларым тұрыпты. Ал бір жақта ұсы жеңгеге ұқсаған, денлері сау, шаңырағы бүтін бұқаралар, анаған бердің, мынаған бердің, мен қалып қойдым деп, менің жағамнан алады. Еркеклерге де хайрансаң. Өзі шешетін машқала үшін хаялын ана есікпенен мына есікке тентіретіп қояды. Берсең, ұялмай алады. Енді күйеу үйде жатып, хаялы дауласып жүруі бұл біздің менталитетке туры келеме білмедім ал. Ата-бабаларымыздың дәстүрі, еркеклеріміздің азаматлық, ерлік мінетлері қайықта қалып кетті екен әй, Әттеген әй. Ақсыңгүл, қалай амансың ба? Жұмысқа баратқаным ғой, асығып. Шүкір Аллаға, жақсы. Қалай өзің? Күйеуім бір жақтан, балам бір жақтан ауырып, солардың дәрілерін беріп шыққанда күнім ғой. Айтқандай, күйеуің қалай, жақсы ма? Балаңа не болды, амалық па? Сорама достым-ай. Күйеуімнің жатсысы бір тұрыс. Жақында балам да ауырып қалды. Ташкентке апарып бірінші операциясын істетіп қайттым. Ендігі жазда екіншісіне бараман. Енем сау болсын, екеуіне қарап отыр. Мен болса күллік талап істеп жүгіріп жүргенім ғой. Болады достым, саған сабыр тілеймен. Бірақ өзіңді мына оққа-шоққа ұрып жүре бергенше, мына домкомларға барып, жәрдем сора. Саған да берсін жәрдем, азға ауқат берсін, даулас, пұл берсін. Ал сенде. Домкомларға да, хакимиятқа да рахмет. Өзлері жағдайымды сорамай-ақ, азға ауқат десем бе, киім кеншек десем бе, пұл десем бе, барлық жағдан әкеп беріп жатыр. Баламның операциясын қаржылай хакимият тарапынан төлеп берді. Бірақ қолдан бергенге құс тоймас деген өзімде де әрекет болу керек қой достым-ау. Себебі 12 мүшем сау. Бала менен күйеуімнің ауырғаны болса, Алла Тағаланың берген сынауы шығар. Құда қаласа осы сынаудан сабырлықпенен, шүкірлікпенен жеңіп өтемен. Районда менен басқа да жағдайы төмен қожалықтар көп екен. Шүкіршілік еттім. Енем бар, күйеуім бар, күйеуімнің көзі ашық, баламның ауруының емі бар, өзімнің денсаулығым жақсы. Солай екен. Мен домкомлардың есігін қағып неге баруым керек? Бұл көп тұрып қаппан ғой достым-ау. Мен асығып жұмысқа баратыр ем. Ал жақсы күнде көрсек. Болады, жақсы. Яқшы, қош бол достым-ай. Сабыр тілеймен. Алла, шүкір мен дедім
үйінде сонша ауруы бола тұра ұсындай кеуіл кейпиятта жүрген болса рахмет. Өмірден разы. Менің болса әйтеуір бір шипыр үшін соншама еңсемді түсіріп, әммеменен ұрсып, кейпиятымды бұзып жүрмен ау. Сонда мен нашкүрлік қылдым ба екен ай?